Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей мамандық таңдау мектебі және мен Санель. Бүгінгі видео жалпы тақырыптан көріп тұрғандарыңыздай Қазақстандағы ең үздік деген 7 университет туралы айтатын боламыз. Негізі бұл тақырып барлығына қызықты болады деп ойлаймын, тіпті оқушыларға маңызды тақырып деп ойлаймын. Себебі барлығымыз білеміз, өзіміздің қалаған мамандығымыз бойынша, сүйікті мамандығымыз бойынша ең бір мықты университеттерде оқығымыз келеді. Соған байланысты бүгін осы тақырыпқа жалпы шолу жасағым келіп тұр. Және де ескерте кететін ақпарат, бүгінгі тізімге енген университеттер, жалпы бұл мәліметтер тек қана мамандық таңдау мектебінің және менің ғана көзқарасым. Жалпы біз осы күнге дейін қаншама университеттерге обзор жасадық. Сол обзорларды жасап жүргенде, көптеген университеттерді аралап жүрген кезде, жалпы Қазақстанның осы университеті жақсы екен, осы университеті жақсы деген ой қалыптасты. Соның нәтижесінде өстіп университеттің рейтингісін біз жасадық. Біз бірақ басқа мәліметтерге сүйенген жоқпыз, ешқандай қосымша сайттарға алған жоқпыз. Бұл тек қана біздің өзіміздің ойымыз. Түсінікті деп ойлаймын. Және де әдеттегідей біздің телеграм каналымызды да айтып кетейін. Егер де оқушылар өздеріңіздің мамандықтарыңызды таңдамасаңыздар, немесе мамандықтар туралы ақпараттарды әлі күнге дейін білмесеңіздер, университеттер туралы ақпаратты білгілеріңіз келсе, біздің телеграм каналымыз бар, мамандық таңдау деген, сол телеграм каналға міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал қазір Қазақстандағы ең мықты 7 университетті айтып бастаймыз. Бүгінгі тізімнің 7-ші орнына жайғасқан Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетін айтқым келіп отыр. Бұл университетті кейбіреулер білсе, кейбіреулер білмейді, бірақ бұл университет қазіргі таңда жатақханасы бойынша, білім беру бойынша, жалпы ғимараттың заманауи бойынша, студенттік өмір бойынша да өте бір жақсы көрініп білім беріп жүрген университеттердің бірі болып табылады. Сол себепті де біз осы университетті 7-ші орынға қойып отырмыз. Жалпы бұл университетте оқытатын мамандық бойынша 10 факультет бар. Нақтырақ айтатын болсақ, мемлекеттік басқару және экономика жоғарғы мектебі, жаратылыстану мектебі, инженерия факультеті, әлеуметтік ғылымдар факультеті, гуманитарлық ғылымдар факультеті, қосымша филология, өнер, медицина, стоматология деген секілді факультет бар. Бірақ бұл университет туралы қосымша бір ақпарат, егер де сіз осы университетке грантқа түсеңіз, 1 жыл қосымша тіл үйрену жылы болады. Яғни түрік тілін үйрену, немесе тағы да қосымша тілдерді үйреніп, 1 жылдың ішінде одан кейін ары қарай оқуыңызды жалғастыра бересіз. Яғни үлкен бір плюстардың бірі, сіз өзіңіздің мамандығыңыз бойынша оқисыз, қосымша тілді үйренесіз. Және де аты айтып тұрғандай қазақ-түрік университеті болғандықтан Түркия елімен серіктес, және сол жаққа оқуға, форумдарға жиі жіберіп тұрады. Қазақстандағы халықаралық дәрежедегі университет болған соң, оның шәкіртақысы да басқа университеттермен салыстырғанда жоғарырақ. Және де қосымша әлемнің 19 мемлекетінен басқа студенттер осы университетке келіп қазіргі таңда оқып жатыр. Және де соның арқасында да басқа елдің студенттері өте көп, соның ішінде түрік тілдес студенттер өте көп. Енді 6-ші орынға тоқталайық. 6-ші орынға біз Алматы қаласындағы КИМЭП университетін кіргізіп отыр. КИМЭП университеті орталық Азиядағы ең көне және ең ірі солтүстік американдық форматындағы университет болып табылады. Ол университет 1992 жылы Алматы қаласында құрылған. Қазіргі таңда нақтырақ айтатын болсақ, Алматы қаласының Абай Достық көшесінде орналасқан. Университетте қазіргі таңда әртүрлі бағыт бойынша 158 оқытушы жалпы дәріс береді, сабақ береді. Оның ішіндегісі 62-сі PhD докторы дәрежесінде. Негізі университетте көптеген шетел мұғалімдері, оқытушылар өте көп. Оның ішінде ақш, Канада, Ұлыбритания, Оңтүстік Корея деген секілді елдерден арнайы мамандар шақыртылып, қазіргі таңда тәлім беріп, жалпы өзінің білімдерін сусындатып жатыр. Енді осы университетте оқытатын факультеттерге тоқталайық. Университет ағылшын тілінде оқытатын 31 академиялық бағдарламаны ұсынады. Соның ішінде 14-і бакалавриат дәрежесінде, ал 12-сі магистратура бағдарламасы болып табылады. Негізгі факультеттері бен бизнес мектебі, құқық мектебі, әлеуметтік ғылымдар факультеті, гуманитарлық ғылымдар мен білім беру факультеті бойынша жалпы мамандықтарды оқытады. Жалпы бүгінгі тізімді жасаған кезде, рейтингісін жасаған кезде біз бірнеше факторларға мән бердік, бірнеше ақпараттарды ескердік. Яғни университеттің жалпы білім беруі, қаншалықты мықты білім береді, қаншалықты мұғалімдер мықты. Одан бөлек студенттік өмір, жатақхана, ғимарат деген секілді бірнеше факторларға қарап осы тізімді жасап отыр. Және айта кететін нәрсе, бұл тізімдер белгілі бір мамандық бойынша рейтинг емес, бұл жалпылай қарастырылған. Яғни егер де сіз мысалы IT мамандығын
таңдап отырсаңыз, бұл жерде біз IT мамандығын оқытатын үздік университетті анықтап жатқан жоқпыз. Біз жалпылай Қазақстандағы өстіп осы университетте жақсы деп айта алатындай рейтинг жасап отыр. Осыны айтып кеткім келді. Және де бүгінгі тізімнің 5-ші орында Алматы қаласынан 30 минуттық жерде, яғни Қаскелең қаласында орналасқан Сүлеймен Демирәлі университеті. Бұл университет 1996 жылы 17 желтоқсан күні еліміздің алғашқы президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен сол кездегі Түркия елінің президенті Сүлеймен Демирәлі екеуімен бірігіп, жалпы келісіліп ашылған университет болып табылады. Және де сол кісінің атына берілген университет. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша өте бір жақсы университеттердің бірі, көптеген студенттердің арасында, үлкен ересек адамдардың арасында қай университет жақсы десе, осы СДУ университетін кеңес беріп жатады. Өзіміз де кеңес береміз, себебі осы университетке жалпы сіздерге көрсету мақсатында бұрында обзор жасаған болатынбыз, нақтырақ айтқанда 1 жыл бұрын. Енді смарт кампус қалашығына кішігірім тоқтап кететін болсақ, қазіргі таңда 7000 оқушыны қабылдай алатын, жалпы орналастыра алатын кішігірім қалашық болып табылады. Ол жақта 4 факультет орналасқан, жалпы аумағы 17 гектар болып табылады. Соның ішінде 16 амфир лекциясы бар, 120 аудиториясы бар, 3 зерттеу орталығы мен 8 компьютерлік бөлмесі бар болып табылады. Одан бөлек университеттің ішінде 2 интернет-кафе, 1 стадион, конференц-зал, медициналық пункт, заманауи оқу құралдары деген секілді қосымша электронды ресурстармен жабдықталған болып табылады. Ал факультеттеріне келетін болсақ, педагогика және гуманитарлық ғылымдар факультеті, СДУ бизнес мектебі, құқық және әлеуметтік ғылымдар факультеті, инженерлік және жаратылыстану ғылымдар факультеті бойынша қазіргі таңда мамандықтарды оқытып, студенттерді осы мамандық бойынша шығарып жатыр. 4-ші университет, ол 1934 жылы 15 қаңтарда құрылған университет. Тіпті бұл университет туралы ұбт-ның тарих сұрақтарында жиі кездесіп жатады. 1934 жылы қандай университет құрылды деген секілді. Бұл университет Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Бұл университетте өзімде мен оқығам, үнемі айтып жатам. Сол университеттің студенттік өмірін, білімін жалпы көргем. Университеттің үлкен бір плюстарының бірі, ғимараттардың барлығы бір жерде орналасқан. Тек бір ғана ғимараты басқа жерде, бірақ барлығы дерлік. Ол жерде ректораты болсын, деканаты болсын, әрбір факультеттің зданиясы, ішіндегі кітапхана, больницасы, интернет корпусы, жалпы қосымша кинотеатр, студенттік ұйымдардың орналасуы барлығы бір жерде орналасқан. Қосымша Жолдасбеков атындағы студенттік сарайы бар. Ол жерлерде өте көп. Алматы бойынша әртүрлі концерттер, КВН-дар, көптеген жұлдыздар осы жақта концерт беріп жатады. Яғни үлкен бір айтып кеткенде плюстардың бірі, Казгуградтың ішінде барлығы дерлік, зданиялардың барлығы бір жерде орналасқан. Соның арқасында Алматының бір шетіне немесе бір шетіне өсіп қатынаудың қажеті жоқ. Егер де жатақханада жатсаңыз, өзіңіздің факультетіңізге жүгіріп барып бара салу жеңіл. Және де білім беру бойынша енді қазіргі таңда енді Қазақ ұлттық университеті әртүрлі бағыт бойынша оқытатын университеттердің алдыңғы қатарында тұр. Жалпы енді өзім оқыған соң, ішін көрген соң, жалпы білімі, студенттік өмірі, студентке жағдайы, заманауи библиотекасының өзі, медициналық смарт клиникасының өзі үлкен бір жақсы деңгейде жасалған. Егер де сол жаққа түсетін, оқимын деген студентке өте жақсы жағдай жасалған. Бастысы, егер де сіздер осы университетке түсетін болса, бастысы оқу керек болады. Жалпы бүгінгі тізімнің 4-ші орында осы университет жайғасты. Үштікке де келіп қалыппыз. Жалпы бүгінгі видеомыздың 3-ші орнында барабанная дробь, халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, яғни қысқаша айтқанда ХАТУ немесе МУИТ университеті десек те болады. Жалпы бұл университетке де біз обзор жасадық. Бірі көрсе, бірі көрмеген шығар. Міндетті түрде қарап шығыңыздар. Бұл университет қазіргі таңда IT мамандығы бойынша үздік оқытатын университеттердің бірі болып табылады. Жалпы IT саласындағы университеттердің рейтингісі бойынша мен осы университетті 1-ші орынға қояр едім. Себебі бұл университетте осы мамандық бойынша көптеген Microsoft, Apple, Huawei деген секілді компаниялармен келісе отыра арнайы жасалған лабораториялық кабинеттер бар. Тек қана теория жүзінде емес, практика жүзінде де өте жақсы оқытатын университеттердің бірі деп те айта аламын. Жалпы бұл университеттің үлкен бір плюстарының бірі, және де қосымша университеттің өздері де мақтанышпен айтатын факттың бірі, жалпы бітірген түлектің 90%-нан жоғарысы жұмыспен қамтылады екен. Негізі ол өте жақсы көрсеткіштердің бірі болып табылады. Себебі көптеген университеттер жақсы болғанымен де, білім беруі жақсы болғанымен де, немесе студенттік өмірі жақсы болғанымен де, жұмыспен қамтуы осалдау болады. Ал егер де ол жұмыспен қамту осал болса, онда жалпы берілген білімнің
өтіп қатып пайдасы болмай қалуы да мүмкін. Себебі ол өзінің мамандығымен жұмыс жасамауы мүмкін. Сол себепті де бұл университеттің үлкен бір плюстарының бірі ол жұмыспен қамту болып табылады. Және де қосымша айта кететін ақпарат, бұл университетте 2018 жылы Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінің бұйрығына сәйкес МУИТ университетінде кибер қауіпсіздік бойынша мамандар даярлауға маманданған әскери кафедра ашылған болады. Қосымша партнерлары ретінде Apple, IBM, Microsoft, Зерде, Каспи, Қазақфильм, Центр Кредит, Huawei, Казспорт деген секілді компаниялармен бірге партнерлық бар. Яғни одан бөлек те қосымша партнерлар бар. Яғни осы университетті бітірген түлектер осындай үлкен компанияларда қосымша жұмысқа да тұру мүмкіншілігі бар. Енді екінші орынға тоқталайық. Екінші орынға мамандық таңдау мектебінің ұжымы Қазақ-Британ техникалық университетін жайғастырды. Жалпы бұл университетті енді көбілеріңіз білесіздер деп ойлаймын. Бұл университет тек қана атымен ғана емес, өзінің білім беру деңгейімен, студенттердің мықтылығымен де аты шығып жүрген университет. Және қазіргі таңда да осы кезде біз университетке өте жақын орналасып тұрық. Яғни мен осы жерде отырсам, анау жерде Қазақ-Британ техникалық университет орналасқан. Арамыз тек қана 100 ғана метр десек те болады. Үлкен ғимарат, ерекше ғимарат. Атмосферный университет, өте әсерлі университет. Себебі бұл университеттің ғимаратында бұрындары үкімет үйі болған. Жалпы Қонаев атамызды сол жерде жұмыс жасаған. Біз өзіміз обзорға барған кезде ерекше әсер алғанбыз. Бұрынғы бір 90-шы жылдарға, 80-шы жылдарға, одан бұрынғы жылдарға бір кірген секілді болдық. Өте атмосферный университет. Және де бұл университетте маған өте қатты ұнағаны студенттерден сұралатын талап. Мысалға, кейбір университеттерде келсең керек, келмесең қой, әйтеуір жүрсең болды, немесе лекцияға қатысаң, қатыспасаң бәрібір деген секілді болса, ол университетте өте қатты талап етеді, және де соның арқасында өте жақсы білімді мамандар шығады. Және де қазіргі таңда КБТУ-дың дипломы өте нарықта жақсы сұранысқа ие. Егер де бітірген түлек өте жақсы маман иесі болып шықса, бірден жұмысқа алады. Университет енді білесіздер, техникалық мамандықтарға жалпы бағытталған техникалық мамандықтар бойынша оқытады. Нақтырақ айтқанда, мына мамандықтардың барлығын қазіргі таңда оқытып, тәлім беріп, студенттерді дайындап жатыр. Бұл университетке түсем деген студенттер білу керек ақпарат. Университетте ағылшын деңгейі өте қатты сұралады. Сабақтардың көбісі ағылшынша болады. Сол себепті де егер де бұл университетке түскілеріңіз келсе, осы бастан ағылшын деңгейіңізді жақсарту керек. Және бірінші орын барлықтарыңыз келісесіздер деп ойлаймын. Астана қаласындағы, яғни Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев университеті. Бұл университет енді 2010 жылы алғашқы президентіміздің бастауымен ашылған университет болып табылады. Қазіргі таңда енді Қазақстандағы өте беделді университеттердің бірі болып табылады. Және де айта кететін, бұл университет қызметі дербестік және де академиялық еркіндік қағидаттарына негізделген Қазақстандағы ең алғашқы университет болып табылады. Университетке дербестік мәртебесі Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектептері және де Назарбаев қоры мәртебесі 2011 жылы берілген болатын. Университет тек қана гуманитарий бағытымен емес, қосымша ғылыми бағыт бойынша да қазіргі таңда оқытып жатыр. Университеттің енді білімінен бөлек қосымша енді студенттерге жағдайын айтпасқа болмайды. Ол жақта жалпы жатақханасының өзінде де арнайы практикасы бар. Сенің простыняңды барлығын өздері жуып, өздері өтектеп береді. Егер де киімің лас болса, сен өзің тапсыра аласың. Жалпы жатақханасы өте жоғарғы деңгейде. Бірінші орынға қойған себептеріміздің бірі айтқандай білімі, студенттік өмірі, студентке жағдайы, студенттің бітіргеннен кейін жұмыспен қамтылуы. Жалпы бұл университетті бітірген түлектердің көбісі шетелдегі компанияларға еркін жұмысқа тұра алады. Ол үлкен бір плюстардың бірі болып табылады. Сонымен достар, бүгін бізде Қазақстандағы ең үздік 7 университет тақырыбында видео болды. Қаншалықты бұл тізіммен сіздер келісесіздер? Міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Келіспесеңіздер, тағы да жазып кетіңіздер. Және де өздеріңіздің ойларыңызша қай университетті кіргізу керек еді осы тізімге? Өздеріңіздің тізімдеріңізді де, өздеріңіздің кішігірім рейтингтеріңізді де комментарияға жазып, ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, сіздермен бірге болған мамандық таңдау мектебі және мен Санель. Міндетті түрде видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, бөлісуді де ұмытпаңыздар, және де телеграм каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.